Мырза! Әке! 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 Қолбасшы мырза! Бұл мен, Намсеңмін. Қолбасшы мырза! Әке! 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 Қолбасшы мырза! Қолбасшы мырза! Қолбасшы мырза! Әке! Қолбасшы мырза! Көзіңді ашшы. Әке! Әке! Йонга Сомон. Әскери қарсылықты қолдаушы адам. Ол 643 жылы Йонгю патшаны және жоғарғы таптың 1000-нан астам өкілін өлтірген. Үш мемлекеттің тарихынан сыр шертетін бұл жазбалар біздің заманымызға дейін сақталмаған. Алайда оның елдегі саяси билікті басып алып, таққа жиені божаңды отырғызғаны белгілі. Дегенмен Когурёда өткеннен қалған жазбалар атты 100 томдық тарихи еңбек жазылған. Қытайдың таң патшалығы Когурё еліне шабуылдар жасаған шақта осы қолбасшы елді қорғап тойтарыс береді. Және Қытайдың Люокси елді мекенін басып алады. 600 жылдары Тхэхак жоғарғы мектебінің Имунджин есімді ғалымы жаңа жинақ атты 5 томдық еңбекті жазып шығады. Йонга Сомонның шабуылдары Қытайдың Шаньдун және Пекин елді мекендеріндегі Корёджон сияқты географиялық атауларында да көрініс тапқан. Қытайдың бірқатар шабуылдарына тойтарыс берген Йонга Сомон бүкіл әлемге Когурё елінің солтүстік шығыс Азиядағы көшбасшы мемлекет екенін дәлелдеді. Және Йонга Сомон дүние салғаннан кейін 3 жылдан соң, яғни 666 жылы ғана таң мемлекеті Когурёға 3 рет басып кіруді ұйғарды.